Тоқта, шашында ақ бар ма? Шашында ағынан құтылғың келе ме? Саған ағарған шашын қараймайды деп айтты ма? Атаның баласы деп айтып бар. Бұл витаминдер жетіспегеннен болады. Біріншісі, екіншіден стресстен болады. Бізде надпочечниктен перекис водороды бөлінеді. Аптекадан аласыңдар, тура сол сияқты бізде перекис водороды надпочечниктен бөлінеді. Сол шашында стресс болған кезде сенің шашында сол сияқты кожаларыңды бояп тастайды. Аққа, виталигада содан болады. Сол сияқты шаштарын ағарғаннан да содан болады. Енді сол стрессті тоқтату үшін первый очередь цинк ішесіңдер. Цинк повышенная дозировка перекис водородын тоқтатады. Екіншісі дополнительный мед ішесіңдер. Одан кейін Е витамин ішесіңдер. В1, В7, В12 сол сияқты витаминдерді ішіп отырасыңдар. Дополнительный В10 витамин ішесіңдер. Бұл В10 ускорять етеді. Осы витаминдер повышенный дозировка ішу керек. Аптекада повышенный дозировка сатпайды. Олар әсер етпейді. Толқы жоқ, ақшаны босқа шығарасың. Если повышенный дозировка витаминдер шашынды қарайтқың келсе, шашынды қарайтқым келеді деп жазып кет. Бұл енді сразу қараймайды. Енді шаштарыңды өзін санап қойсан болады, қай жерінде ақ шаштар бар. Ақырындап түптері қарая бастайды. Өзін уже 5-ші ай, 6-ші айдан кейін ақырындап байқай бастайсың. Осы тура осы комплекс істесең. Тәтті сүтті жариялап қоясың, стресста болмау керек. Ұқтың ғой? Осы витаминдерді 1 жыл бойы ішіп отырасың, шашың қараяды, қайтадан қалпына келеді. Бұл витаминдерді, качественный витамин қайдан аласыңдар? +7 705 664 25 57. WhatsAppқа жазып аласыздар. Если қазір мынандай 50% 50 мың теңгеден үстінде продукция алсаңдар, қазір 10% скидочный карта беріледі. Одан кейін барып денсаулық клубқа бесплатно қосыласыздар. Соны мен жерге сразу айтыңыздар. Ұқтыңыздар ғой. Шипа болсын.